Саламатсыздар ма оқушылар, химиядан плюс 1 балл. Химиялық қосылыстардағы сигма пи байланыстарды қалай анықтаймыз? Мысалы бізде кез келген атомдардың арасында дара байланыс болған болса, бұл бізде сигма байланыс болады. Ал қос байланыс болатын болса, оның біреуі сигма, біреуі пи байланыс болады екен. 3 еселі байланыс болатын болса, оның құрамында 2 пи байланыс болады, және 1 сигма болады. Яғни, мынаның ішінде бізде 1 сигма бар, мынада 1 сигма бар. Қос байланыстардың ішінде 1 сигма болады, және 1 пи болады екен. 3 еселі байланыс болатын болса, 1 сигма, 2 пи болады. Енді, мынандай қосылыстарды қарайтын болсақ, бізде дара байланыстар болатын болса, сигма байланыс болады. 3 еселі байланыс болатын болса, пи болады да, ортаңғысы бізде сигма байланыс болады. Бізде 1 сигма, 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 сигма байланыс. Дара байланыс, сигма байланыс, қос байланыс болатын болса, пи, біреуі сигма болады. Сигма байланыс, сигма болады. Енді осыларды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сонда бізде 10 сигма бар. Мына қосылыста пидан біреу, екеу, үшеу. Сонда 3 пи байланыс болады екен. Келесі, мына қосылысты сигма және пи байланыстарын анықтап комментарийға жазып кетіңіздер. Рахмет.